Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Даярлық сыныптың жаратылыстану пәні бойынша бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз магниттің ерекшелігі қандай? Сабағымыздың мақсаты магниттерді қолдану жолдарын пайымдау. Магнит дегеніміз не? Бұл магнит өрісін шығаратын нәрсе немесе құрылғы. Магнит өзіне темірлерден жасалған заттарды тартады. Оқушылар, барлығымыз бірге қайталаймыз. Тартады, тянет, паулинг. Магнит өзіне никель, темір және де кобальттен жасалған заттарды тартып тұрады. Магниттің екі өрісі бар. Қызыл түстегі плюс жағы солтүстік полюсі, көк түстегі минус жағы оңтүстік полюсі. Екі магниттің бір-біріне қарама-қарсы жақтары әрдайым тартып тұрады, ал бірдей жақтары бір-бірін тебеді. Оқушылар, суретке назар аударамыз. Бірінші тапсырма. Магнит тартатын заттарды ата. Өз үйінде магниті бар қандай заттар бар? Магниттің қандай пайдасы бар? Оқушылар, суретте біз әртүрлі заттарды көріп тұрмыз. Енді осы заттардың ішінде қайсысы магнит өзіне тартады? Дұрыс айтасыңдар, оқушылар. Магнит шеге, ине, қайшы, қасық заттарды өзіне тартады. Жарайсыңдар. Келесі суретке назар аударамыз. Магнит қандай заттарды тартады? Ойланайық. Өте тамаша. Жарайсыңдар, оқушылар. Келесі тапсырмамыз. Магнитпен қандай ойындар ойнауға болады? Суретте қайсысы артық? Неге? Дұрыс айтасыңдар, оқушылар. Суретте аю ойыншығы артық. Себебі аю ойыншығы магнитпен ойналатын ойыншық емес. Жарайсыңдар, оқушылар. Бүгін барлығыңыз өте белсендісіңдер. Сабағымыздың соңында бүгін біздер қандай физикалық құбылыстар туралы білдік? Магнит деген не? Күнделікті өмірде магнитті қай жерлерде кездестіреміз? Магниттің көмегімен қандай игі істер істеуге болады? Назарларыңызға рахмет.